Қазақтар мен қырғыздар жол жөнекей кафе, ресторан, мейрамхана 2 күннің бірінде той. Не себепті той жасай беретініміз өзіміз білмейміз. Сенің бұтыңа жіберіп жүрген балаңның 1 жасы, шықақ балаңның тұсаукесері, есерсоқ балаңның тілашары, ойнақта 30-ға келгенің, қылшылда 40-қа келгенің кімге керек айтшы? Ой, 5-6 жыл болды той жасамағаным, елден ұят қой деп. Кімнен ұят, кім саған ойбай деп бетін шымшып ялдыртып жатыр. Мына қаптаған кафенің орнына, мынауның біреуінің орнына велосипед шығар, біреуінің орнына очки шығар, біреуінің орнына самовар шығар. Көп қой шығаратын нәрсе. Аламыздағы бар ақшамызды тойханаға жұмсаймыз. 2 үй сайын магазин салып аламыз. Анадан 10 теңге арзан сатсам пайда көреміз дейміз дағы. Керімен кетіп өзімізден өзіміз банкрот болып жатқан халықпыз ғой. Қазақстанның бір қаласы мен екінші қаласының арасы Европаның бір мемлекетінің арасындай. Біз аламызда соған тойға шақырамыз. Bir тойға бару үшін 2 күн уақытымыз, қанша қаражатымыз кетеді. Еңбектенуге еш уақыт таппай жатырмыз ғой. Той. Шаршатып жібердіңдер ғой, айналайын ағайын. Тоқтатыңдаршы, айналайын тойды. Ел құсап еңбек етіп, тырпыңдап, тірлік істейік, 2 күн сайын тойға бара бермей. Тоқтатсаңдаршы, бұл тойға байкот. Жасаса 50 жас, 60 жас балаңның үйлену тойын жаса жетеді ғой. Өзімізде өндіріс жоқ болғаннан кейін Қытайды кіргізбейміз. Ойбай, Қытай келсе қазақша сөйле. Мына Қытай деген қаптап кетті. Қаптап кетеді, ол сені өндірмек па? Сен ештеңе өндірмегеннен кейін оны Қытай келіп өндіреді, ол басқа кім өндіреді? Тойды тастаңдаршы. Жанымызды қинап еңбек еткіміз келмейді ғой. Мен аны 30 жас жасайтын қысталақтарға таңғаламын. Жынданған маймылдар құсап, жалауды албап, өлдеп. Күндегі сол формат, күнде сол бір той, бәрінің форматы арақ ішу, билеу, билеп жарысу, бітті. Басқа ештеңе істегіміз келмейді ғой. Бізге үкімет бәрін арзандатып беру керек. Үкімет бізге шығынымызды төлеп беру керек. Біз өзіміз арабтың шейхтары құсап өмір сүруіміз керек. Анау 2% намазхандар біздің даммай жатқанымызға солар кінәлі, даммай жатқанымызға Тоқаев кінәлі. Бізше судан ақ, сүттен тақ періште, бәрін соларға ысырып қойып, тып-тыныш, әдемі болып жатамыз да. Қазақстанда той болмай қалса, қазақтар той жасамай қалса, не болады деген ой келеді ғой жаңа. Ойлаңыздар, қазақтар той жасамай қойса, кәдімгідей экономиканың біраз салалары тоқырауға ұшырайды. Мысалы, ресторан бизнестері мүлдем жабылады. Кафе, ресторан бизнестері өте қиын тоқырауға ұшырайды. Содан кейін мына салондардың жұмысы өте қиын жағдайға түседі. Өйткені тойға, әрбір тойда бір қалада мысалы 100 ресторан бар десеңіз, сол 100 ресторанға, әрбір ресторанға 100 келіншек барады деген кезде, соның барлығы макияж жасайды, қазір барлығы беттерін жасайды. Солардың барлығы кәдімгідей тоқтайды, қиын болады. Базардан жаңағы етпен айналысатын адамдардың жұмыстары өте азаяды екен. Содан кейін мына базар саласындағы продукты барлығы азаят, зергерлік бұйымдар, ломбард, одан кейін банктерға өте қиын болады. Банктерге жаңа өйткені адамдар кредит алмай қалады. Ол ақша адамдардың өздерінде қалады. Сонда қарасаңыздар, біздің экономиканың біраз бөліктері, кәдімгі мына таксопарктардың өзіндегі таксистердің өзі кішкене қалталары қағылады. Өйткені сол күні бәлембай 1000 адам қалада тойға бармай үйінде жатады. Өйткені тойға баратын адам ішем деп барады ғой, кәдімгі кішкене дайындалып, такси машинасын үйде тұстап такси шақырып берген сияқты. Сонда көп экономиканың көп бөліктері кәдімгі тоқтап қалады екен. Жаңа ойлап отырмын ғой, не болады деп. Енді бірақ бұл нәрселер тоқтағанымен сол ақша, бірақ ол адамдардың қалтасында қалады. Қалтасында қалғандықтан ол ақшаны жаңа шағын наубайхана біреу ашуы мүмкін. Мысалы, сол ақшаны семья шағын наубайхана ашуы мүмкін бір ауылда, мысалы, либо болмаса қалада, мысалы, кішкентай цехтар. Сондай қазір мысалы Қытайда заводтар сатады, кішігірім бірдеңе ұлтарақ шығаратын, мысалы, әрбір аяқ киім ұлтарақ шығаратын деген сияқты неше түрлі, мысалы, ұсақ-ұсақ заводтар бар. Ол завод деп айтылғанмен олар сатып алып келесің Қытайдан барасында 1 миллион теңгеге деген сияқты, 2 миллион теңгеге завод сатып алып келесің де, үйіңнің бір бұрышына қойып қоясың да, или болмаса клет болады ғой, андай бір сол бөлмесіне қойып қоясың да, сол завод жаңа шығара береді ол неше түрлі заттарды. Әрбір Қытайда сондай сатылады. Сондай цехтар, мысалы, адамдар сондай заттар алып, адамдар кішкене экономиканың басқа жақтарын етеді, дамиды екен. Құрылыс саласы дамиды. Өйткені адамдар сол ақшаға мысалы үй ала бастайды, ипотекаға үй ала бастайды. Үй алғаннан кейін уже құрылыс саласы дамиды. Экономиканың басқа жақтарына әсер етеді. Көрдіңіздер ме? Сонда бізде жаңағы не дейді?
шеттен келетін товарлар азаяды. Біздің өзіміздің өндірісіміз кішкене дамиды екен. Сонда бұл біздің қазақтың тойы кәдімгідей біздің экономикамызға, макроэкономикамызға әсер етіп тұр деген сөз. Сіздердің ойларыңыз қалай? Жалпы қазақ тойды кәдімгі шашылып жасау керек па, болмаса жай ғана бір үйлену той сондай кездерде ғана бір кішігірім бір жасап, қалған уақыттарда жай үйде бір 5-6 адаммен, 10 шақты адаммен атап өткен дұрыс па? Ойларыңыз жаза кетіңіздер. Мысалы қазақ той тойлауды тоқтатты делікті. Мүлдем қазақ той істемей қойды. Той тоқтады деп ойлайықшы. Не өзгереді, қалай ойлайсыздар? Мына медальдің екінші беті бар дейді ғой. Мына екінші жағында алып қарайтын болсақ, тойханалар, ресторандар қаңырап бос қалады. Олар банкрот болуы мүмкін. Сол ресторандарда, сол тойханаларда жұмыс жасайтын азаматтар, мыңдаған азамат жұмыссыз қалуы мүмкін. Екіншіден, бұл әсемдік салондары. Кез келген қыз келіншек тойға баратынын алдын салонға міндетті түрде кіреді. Дұрыс қой. Салондардың да жұмысы тоқтауы мүмкін. Енді түбегейлі тоқтап қалмаса да қиындықтарға ұшырайды. Үшіншіден, бұл дастарханға қоятын мысалы заттарыңыз бар той жасағаннан кейін. Етіңіз бар, тағы да басқа. Міне осы дүниенің бәрін саудалайтын азаматтардың да саудасы тұралап қалуы мүмкін. Төртіншіден, бұл тойда өнер көрсететін азаматтардың жұмыссыз қалуы. Асаба бар, биші бар, әнші бар. Көп қой енді арал. Фото-видео қызметін көрсететін азаматтар бар. Оформление дейді, тойхананы дайындайды. Осының барлығы былайша айтқанда, той тоқтайтын болса, жұмыссыз қалу әбден мүмкін. Енді әншіні қашанғы сахна мысалы бағады, жасыратын жоқ. Әншілердің барлығы, эстрада жұлдыздарының көбісі осы тойдан нәпақа тауып отыр. Осындай тараптарын да алып қарау керек. Әрине, той істемесең қаражат үнемделеді, шаңдалмайсың. Той болғаны жақсы. Қазақты тойдан кенде болмасын деп бекерге айтпағы ғой. Той болсын, бірақ ысырапшылдық болмасын да. Аста төк дастархан қаншалықты қажеті бар. Ысырапшылдық, даңғазалық, мақтаншақтық дейді. Бір-бірінен асып түсушілік. Анан той мынандай болыпты, оның тойына менікі мақта болу керек деп кейбіреулер жаңағы кредитке ұрынады ғой. Кредит алып той істеп жатқандардан жоқ емес қой, бар ғой. Міне осының бәрін бір жүйеге келтіріп, жалпы той мәдениетін қалыптастырып, тойды жалпы бір ысырапшылдықпен емес, әдемі қылып өткізудің жолына көшу керек.